Саламатсыздар ма, тыңдаушылар? Бүгін біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Яғни жай бөлшектерге және ондық бөлшектерге амалдар қолдану. Біз өткен сабақтарымызда жай бөлшектерді қосу үшін, азайту үшін, немесе көбейту, бөлу үшін қандай ережені ескеруіміз қажет. Осыны қарастырдық. Енді бүгін соны кеңінен қарастырайық. Мысалы, мынандай есепте көрінген. Осының бірінші есебін орындап қарайық. Так, 4-тен 3 қосылған 5-тен 1 көбейтілген 19-дан 5. Есепті көшіріп алайық. Бізде берілді. Қазір. Бірінші есебіміз, бізде бірінші есеп. 4-тен 3 қосылған 5-тен 1 көбейтілген 19-дан 5. Есепті егер қиындық туындаса, амалда орындауға да болады, немесе бірден жазуға да болады. Бірінші амалда орындап қарайық, бәріне түсінікті болсын. Бірінші амал, жақшаның ішін қосамыз. Яғни 4-тен 3-ке қосуымыз керек 5-тен 1-ді. 4 пен 5-ке ең кіші орта еселік 20-да, 5-тен келеді, 4-тен келеді. Демек 20-дан 3-ті 5-ке көбейтеміз, қосамыз, 1-ді 4-ке көбейтеміз. Сонда 20-дан 15, 19. Екінші амал, жақшаны орындап болғаннан кейін көбейтуді орындаймыз. Яғни 20-дан 19 бірінші жазылады, себебі қосынды бірінші тұр бізде. 20-дан 19 көбейтеміз, 19-дан 5. Бөлшектерді көбейткен кезде крестик қылып қысқартамыз, x тап немесе. 5 пен 20 екеуі де 5-ке бөлінеді, 4-тен 1. Жауабы болады бізде 4-тен 1 деген. Бізде тест болғандықтан ответін тексерейік. Міне 4-тен 1 С жауабына сәйкес келеді. Екінші есеп. Екінші есеп бізде берілген жазып алайық. Екінші есеп. Он екі бүтін 3-тен 1, яғни аралас сандарды азайту 4-тен 3. Көбейтеміз 11-ден 6. Амалда орындауға да болады, бірден орындауға да болады. Бірден орындап қарайық. 3 пен 4-ке ең кіші орта еселік 12. 4-тен келеді, 3-тен келеді. Сонда 12 бүтін 12-ден 4-ті азайтамыз 7 бүтін 12-ден 9-ды. 4-ті алымына да бөліміне де, 3-ті алымына да бөліміне де көбейтеміз. Көбейтеміз 11-ден 6. 12 бүтін 12-ден 4-тен 7 бүтін 12-ден 9-ды азайту үшін аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыруға болады, немесе осы аралас сан күйінде есептеуімізге де болады. Егер аралас сан күйінде есептейтін болсақ, міне осы күйінде есептейтін болсақ, онда біз 4-тен 9-ды азайта алмаймыз. Жалпы біз 4-тен 9-ды азайтқанда минус 5 деп жазамыз ғой. Бірақ аралас сан түрінде, аралас сан болған кезде 4-тен 9-ды азайта алмай қаламыз. Ол үшін не істейміз? 12 бүтіннің 1 бүтінін 4-ке қосамыз. Яғни 11 бүтін 12-ден 12-нің 1 бүтіні қосылғанда мына бөлшектің бөліміндегі 12 алымына қосылады. Сонда 12-ке 4 қосамыз 16. 11 бүтін 12-ден 16 деген сөз. Азайтамыз 7 бүтін 12-ден 9. Көбейтеміз 11-ден 6. Тең болады. Мысалы, бөлшектің бөлімі 11 болса, мына 11 қосылады. Бөлшектің бөлімі мысалы 8 болса, онда 8 қосылады. Түсінікті ғой, бөлшектің бөлімі 12, демек алымына 12-ні қосып тұрмыз. Және бүтіннен біреуі алынады. Түсінікті болғаныңызға. 11 бүтіннен азайтамыз 7 бүтін. Сонда 11-ден 7 азайтамыз, бізде 4 бүтін бөлшектің бөлімі сақталады. 16-тан азайтамыз 9-ды 7. Сонда 4 бүтін 12-ден 7 шығады. Көбейтеміз 11-ден 6.
Аралас санды көбейту үшін біз оны біріш бөлшекке айналдырамыз. Сонда бізде 12-ден 48-ге 7-ні қосам, 55-та. Көбейтеміз 11-ден 6-ға. 55 мен 11-іңіз қысқарады, 5-тен келеді. 12 мен 6-іңіз қысқарады, 2-ден келеді. Сонда бізде шығады 2-ден 5 деген. Енді жауапты қарайық. Жауап бізде міне 2-ден 5 деген жауап жоқ. Демек, не істейміз? Жауаптар міне аралас сан түрінде жазылған. Демек, біз 2-ден 5-ті аралас сан түрінде жазамыз. 5-ті 2-ге бөлсем 2/2-ден келеді. Демек, 2/2-ден 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 5-ке нешеуі жетпейді? Біреуі жетпейді. Сонда 2/2-ден 1 деген сөз. Екінші есебіміз біздің осындай. Енді үшінші есеп. Так. 2/5-тен 3. Үшінші есеп. 2/5-тен 3-тен азайтамыз 8-ден 5-ті. Бөлеміз 19/4-тен 3-ті. Дәл солай. Бірінші ортақ бөлімге келтірейік. 5 пен 8-ге ең кіші ортақ еселік 40. 8-ден келеді, 5-тен келеді. Сонда бізде 2/40-тан 24 азайтылған 40-тан 25 деген шықты. Бұл да біздің екінші есебіміз сияқты. Себебі 24-тен 25-ті азайта алмаймыз. Сондықтан 2/1-нің 1/ін 24-ге қосамыз. Сонда 1/40-тан, міне бөлшектің бөлімі 40 болғандықтан 24-ге 40 қосылады. 64. Азайтамыз 40-тан 25. Бөлеміз 19/4-тен 3-ті бірден бұрыш бөлшекке айналдырайық, себебі бізде ол бөлшек бөлу тұр арада. 4-тен 19-ды 4-ке көбейтеміз 76, оған 3-ті қосамыз 79. Тен болады. 1/2 азайтам 40-тан 25 дегенде бүтін бөлігі жоқ. Демек, бүтін бөлігі 0 деген сөз. 0,0 деген сөз. Себебі 25-ті 40-қа бөлсеңіз, 0,40-қа бөлсеңіз 0,0-ден келеді. Сонда 1-ден азайтам 0-ді 1. 1/40-тан 64-тен 25-ті азайтамыз. 14-тен 5 аламыз 9. 64-тен 6, 5-тен 2 аламыз. 5-тен қазір арасы азайту ма? Так. 14-тен 5-ті алдық 9, 5-тен 2 аламыз 3, 39, бөлеміз көбейтуге айналдырып жіберейік, сразу 4-тен 79 деген болады. Аралассам бұрыш бөлшекке айналдырамыз. 40-тан неше болады? Бөлуді көбейтуге айналдырмай қалыппын ғой. 40-тан 79 көбейтуге айналдырайық, 79-дан 4. Сонда 79 пен 79-ңыз қысқарады, 4 пен 40 қысқарады. Алымында 1 қалды, бөлімінде 10 қалды. 10-нан 1 деген сөз. Так, жауапты қарайық. 10-нан 1, міне. 10-нан 1 деген жауап бар. Демек, сол күйінде қалдыра аламыз. Так, 4-ші есебімізді қарайық. Көбейту бар, бөлу бар, және қосу бар. Так, 4-ші есеп. 9/7-ден 2-ні көбейтеміз 1/5-тен 2-ге, бөлеміз 13-ге, қосамыз 6/7-ден 3-ті. Көбейту болғандықтан аралас санды бұрыш бөлшекке айналдырамыз. 7-ден 63, 2 қосам 65. Көбейтеміз 5-тен 7. Бөлеміз 13-ге, қосамыз 6/7-ден 3-ті. 7 мен 7 қысқарады. 65 пен 5 13-тен келеді. Сонда 13 бөлінген 13 қосылған 6/7-ден 3. Сонда 13-ті 13-ке бөлсеңіз 1.
1'ge қосасыз 6,7'den 3'tü. Ары қарата есептейміз. Ары қарата есептеген кезде 6,7'den 3'tü ортақ бөлімге келтіруіңізге де болады. Немесе қарапайым жағдай 1'ge 6'ны қосамыз 7. Сонда 7,7'den 3 деген сөз. Немесе 1 деген, егер сізге қиын болса 1 деген, ол 1,7'den 0 деген сөз. 0'ді 7'ге бөлсеңіз 0 ғой. Сонда 1'дің өзі қалады. 1,7'den 0. Сонда міне бүтінге бүтін қосылады, 0-ге 3 қосасыз 3. Өте оңай болады сонда. Так. Кетіріп тастайық. Төртінші есебіміз осындай. Түсінікті шығар, есептер. Так, 5-ші есептер жеңіл. 6-ші есепті қарайық міне, ондық бөлшек түрінде қарайық. 5,6'dan 1 азайтылған 3,25. 6-ші есепті бұл бізде. 5,6'dan 1 азайтылған 3,25. Сосын көбейтілген 23'ten 4. Көбейтілген 23'ten 4. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруымыз керек. 3,25 деген қалай жазылады? 5,6'dan 1 азайтылған 3,25 деген 3,25. Қалай айттық? Бөлшекпен солай жазамыз. Көбейтеміз 23'ten 4'ті. Немесе 100'ден 325 деп сразу жазуға да болады. Бізге кәдімгідей 25 пен 100'ді қысқартып жіберген тиімді. 4'тен 1. Сонда бізде міне 5,6'dan 1'ден азайтамыз 3,4'тен 1'ді деген сөз. Көбейтеміз 23'тен 4'ті. 5 пен 6 мен 4'ге ең кіші орта есеп 12, 2'ден келеді, 3'тен келеді. Сонда бізде 5,6'dan 12'ден 2'ні азайтамыз 3,12'ден 3. Көбейтеміз 23'тен 4'ті. Ары қарата. Міне 2'ден 3'ті азайта алмаймыз. Сондықтан 5'тен біреуін жібереміз. 4,12'ден бөлшектің бөлімі 12, сондықтан 12 қосылады. Жаңа айттық. 12'ден 14 азайтам 3,12'ден 3'ті. Көбейтеміз 23'тен 4'ті. Сонда 4'тен 3 аламыз 1,12'ден 14'тен 3 аламыз 11. Көбейтеміз 23'тен 4. Ары қарата. Бөлшектерді көбейту үшін бірінші бөлшекті жай бөлшекке, бұрыш бөлшекке айналдыру керек. Сонда 1'ді 12'ге көбейтеміз. 12, оған 11'ді қосамыз 23. Көбейтеміз 23'тен 4'ті. Сонда сізде 23 пен 23'іңіз қысқарады, 12 мен 4'іңіз қысқарады. 1 бөлінген 3 деген жауапты аласыз. Так. Мына нешінші есепті қарайық. 9-ші есепті қарайық. Мына 9-ші есепті. Сосын бүгінгі сабақты аяқтайық. Себебі бөлшектерге жалпы өте көп есеп шығаруға болады. Бірақ өже барлық есептеде әдіс біреу ғана. Сондықтан оны айта беру қажет емес. Бастысы жаттықсаңыз болды. Мағынасын түсінсеңіз, яғни бөлшектерді қосу үшін істейсіз, көбейту үшін істейсіз. Осы өзі 4 амал. Соны түсінсеңіз, уже кез келген есеп шығады. Міне 16,5. 16,5. Сонда мына 10 мен 5'ті қысқартып жібереміз. Бөлеміз. Бұрыш бөлшек түрінде жазып жіберейік. 4'тен 8, 11. Азайтамыз. 57'nin бөлімінде 1 бар деген сөз. Сонда 57 мен 19 қысқарады. 3'тен келеді. Азайтамыз 3'тің өзі. Тең болады. 16,2'ден 1 деген сөз ғой. Сонда 2'ден неше болады? 16'ны 2'ге көбейтеміз. 32, 1'ді қосамыз 33.
бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Екінші бөлшектің орны ауысады, кері бөлшек. 11-ден 4. Азайтамыз 3-ті. Сонда бізде 11 мен 33 қысқарады, 3-тен келеді. 4 пен 2 қысқарады, 2-ден келеді. Сонда 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6. Бөлшектің бөлімі 1. Ол 6-ны 1-ге бөлсеңіз, бәрі-бәрі 6 шығады. Сонда 6-тан 3-ті азайтамыз. 3 деген жауапты аламыз. Болды. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Так, мына мен неге 4 деп қойдым? Бұл нешінші есеп шығарғанымыз? 9-шы есепті. Жақсы, бұл бізде 9-шы есеп. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Егер ұнаса, лайк қойыңыздар, каналыма подписаться етіңіздер. Менімен бірге сабаққа дайындалыңыздар. Сау болыңыздар.